Мысық және түлкі. Бір күні мысық орманда түлкіні көреді. Мысық ішінен: "Түлкі ақылды әккі. Менің одан үйренерім көп." Сөйтіп, жылы жүзбен былай деді: "Сәлем, қарындасым. Аштан қалай аман қалдың? Айтшы." Түлкі тәкаппар еді. Мысыққа көзін сығырайтып, менсенбей қарады. "Сен неткен ақмақсың? Сен тек тышқан ұстауды ғана білесің. Аштық заманда аштан өлер едің." Мысық қарапайым ғана: "Сенің қасында менің қабілетім аз," деп айтады. Түлкі: "Тышқан аулаудан басқа не білесің?" деп сұрады. Мысық айтады: "Егер артымнан үлкен ит қуса, ағашқа өрмелеп шыға аламын." Түлкі күліп: "Ағашқа өрмелеу деген не қылған өнер? Менде 100 қылықпен толып жатқан өнер бар. Сен сондай сорлысың. Бірақ сен әдепті және сыпайы болғандықтан, мен саған үлкен иттен қалай құтылуды үйретемін." Түлкінің айтып болғаны сол, аңшы 4 тазы итімен келіп қалды. Мысық иттерді көре салып, лезде ағашқа шығып, бұтақтардың арасына тығылды. Ол түлкіге қарап: "Түлкі қарындасым, бар өнеріңді салып, қашудың амалын жаса." Бірақ тазы иттер түлкіні қуып ұстап алды. Мысық күрсініп: "Қайраң менің түлкім, босқа мақтанудың не керегі бар еді? Егер мен сияқты ағашқа өрмелей білсең, бүгін қиындыққа түспес едің."